Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Қайырбек Жасмина Маратқызы. Мен Сафуан Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназияның 10-шы сынып оқушысымын. Мен үшін мамандық тұлғасы кәсібін сүйген азамат Біржан Шаймерденов. Ол Дайындық Агро жеке шаруашылық серіктестігінің басшысы. 1997 жылы егін шаруашылығымен айналыса бастады. Алғашында 1000 гектар жер болса, бүгінде мұнда 15000 гектар дәнді және майлы дақылдар егілген. Бүгінде кәсіпкер Біржан Шаймерденовтың ісін ұлы Олжас жалғастыруда. Жас кәсіпкер туған жерінің игілігі үшін, оның тұрғындарының сенімін ақтау жолында абыроймен еңбек етуге дайын екенін айтты. Менің қолымда 30 үздік анықтамалық альбомы. Бұл Мұрат Шоқанның бастамасымен жүзеге асты. Оған еліміздің 17 облысынан дамыған болашағы зор үздік ауылдар кірді. Соның бірі Дайындық ауылы. Солтүстік Қазақстан облысы, Аққайын ауданы, Лесной ауылдық округі құрамындағы ауыл. Аудан орталығы Смирново ауылы. Өз ауылының патриоты. Елін көркейту үшін көп еңбек сіңірген Біржан Шаймерденов жұмыс орындар құрып, жаңа үйлер салды. Жас мамандарды баспанамен қамтып, ауылшылық жолдарды жөндеді. Туған ауылында бұл жұмыстарды атқаруға 200 миллион теңге бөлінді. Шын айтқанда, осы ауылда туып өстік қой, біз 60 жыл болды, 60 жылдан асты. Бұл көптен келе жатқан бүкіл менің ғана емес, бүкіл ауылдың арманы болған. Осындай бір жақсы жол болса екен, осы жерде біз машина сүйремей, машина итермей бір елімізге жетсек екенбіз деген арманда болып жүретін. Мен өзімді осында елге келіп жұмыс істеуге келгенде, қыстыгүні январ айында осы жете алмай жаяу келе жатып, сол жерде бір шумақ өлеңді шығарғам. Дайындықтың даласы, жеткізбейді арасы, біз егінді егеміз кедейлердің баласы деп. Сол мінекей арманымызға биыл жетіп жатырмыз. Дайындық ауылының көркеюіне ат салысқан Біржан ағамыз жомарттылығымен тәнті қалды. Өзге өңірден көшіп келгендерге кәсіпкер өз есебінен үй салып берді. Біржан Шаймерденов ағамыз қазіргі жастарға үлгі. Ауылдың негізгі тіршілік көзі мал шаруашылығы. Серіктестік басшысының айтуы бойынша, егін алқабына Еуропаның озық технологиялары жұмылдырылған. Ауыл шаруашылығы аймақты астықпен қамтамасыз етіп отыр. Туған елде ел болмас, туған жерде жер болмас. Туған өлкеміз әр қашанда қымбат болмақ. Біржан Шаймерденовтың ауылына істеген игі істері қазіргі жас азаматтарға үлгі болмақ. Берілген жоба бойынша ақпараттарды жинақтау барысында менің көз қарасым, отан туралы түсінігім толыққанды өзгерді. Мен өз елімнің маған қаншалықты ыстық екенін түсіндім. Еліме қызмет ету, оны көркейту менің басты құндылығыма айналды. Толы жырым ағын, жалындаймын жанығамын, мен өзіңе асығамын. Алыстама жасыл бағым, сағынғанда қасыңдамын, әсем ауылым.